Бүгінгі бейнебаянда аквариумдар үшін фотобиореактор құрастыру атты ғылыми жобамды ұсынғым келеді. Бірнеше жыл көлемінде аквариум балықтарын өсірумен айналысамын. Осы уақытта тап болған қиыншылықтардың бірі аквариум балықтарын үнемі оттегімен қамтамасыз ету. Ол үшін аэраторды қолданып көрдім, су өсімдіктерінде өсіріп көрдім. Бірақ бұл менің мәселемнің шешімі емес екенін түсіндім. Себебі түнге қарай жарықты сөндірген соң, немесе аэраторды өшірген соң таңға жуық балықтарға оттегін жетіспегенін көруге болады. Көп ойлана келе, аэратор мен балдырларды біріктіріп, аквариум балықтарын оттегімен қамтамасыз ететін фотобиореакторды құрастыру ойыма келді. Фотобиореактордың жұмыс істеу принципі микробалдырларда жүретін фотосинтез үрдісіне негізделген. Микробалдырларды өсіруге арналған биореакторлар тәжірибесі бұрыннан мәлім болғанымен, оттегін алуға бағытталған шағын конструкциялы фотобиореактор құрастыру қазіргі таңның өзекті мәселесі болып қала бермек. Себебі қолжетімді, шығыны аз, арзан материалдарды пайдалана отырып, энергетикалық және экологиялық мәселелер шешу заманауи ғылым мен экономикадағы басты бағыттардың бірі. Фотобиореактордағы басты элемент бір жасушалы балдырлардың ішінде көп зерттеліп кеңінен қолданылатын түрі хлорелла. Фотобиореакторды жасау үшін 3 герметикалық пластикалық контейнерлер қолданылды. Бірінші бөтелкеде хлорелла өседі, екінші бөтелкеде көміршыл газ түзіліп, түтікше арқылы хлорелла өсіп жатқан бөлімге барады. Бөтелкенің біріне табиғи қоректік ортасына салынған хлорелла штаммының суспензиясы құйылса, екіншісіне көміршыл газының түзілуіне қажетті реагенттер салынды. Фотобиореактордағы фотосинтез процесі үшін жарық, көміршыл газы, су мен бейорганикалық тұздар қажет. Фотобиореакторда балдырлардың өсуіне қажетті тиімді температура диапазоны 20-36 градус Цельсиум, pH 7-9 аралығында болуы тиіс. Балдырларды механикалық жолмен араластырған кезде барлық балдырларға жарық пен қоректік заттардың жеткілікті түрде түсуін қамтамасыз етіледі. Көміршыл газын алу үшін біз ең тиімді тәсіл ретінде ас содасы мен лимон қышқылын қолдануды жөн деп таптық. Бұл тәсіл арқылы көміршыл газын алу оңай, құрылғының жұмысы тұрақты және ұзақ мерзімді. Фотобиореактордағы фотосинтез үрдісіне қажетті маңызды бір көрсеткіш жарық. Жасанды жарық көзі ретінде күн энергиясында жұмыс істейтін светодиодты шамды қолдандық. Балдыр суспензиясы барлық қажетті жағдайлар сақталғанда максималды концентрацияға жеткенше дейін 15 күн тұрады. Яғни микробалдырлар алдын ала қоректік заттармен қамтамасыз етіледі. Содан кейін балдырдың артық бөлігі алынып, фотобиореактор тазаланып, қайтадан қажетті барлық жағдайлармен қамтамасыз етіледі. Фотобиореактордың энергетикалық және экономикалық тиімділігі. Аэратор 1 сағатта 129.600 Вт қолданса, фотобиореактор тек күн энергиясын қолданады. Фотобиореактордың артықшылықтары: қолжетімді, арзан материалдардан жасалынуы, құрастыру қарапайымдылығы, электр энергия шығынының болмауы, күн энергиясымен жұмыс істеуі, шусыз жұмыс істеуі. Аквариумға арналып құрастырылған фотобиореактор жұмысы өте нәтижелі болды. Ешқандай шу, жағымсыз иіс жоқ. Сонымен қатар оттегі үнемі бөлініп тұрады. Бүгінгі таңда құрастырылған аквариумдарға арналған фотобиореактордың патенттеу бойынша жұмыстар жүргізілуде.